Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Subaru'ның сүйегін жинап қойдық. Төбеге палатка жаудық. Қазір краска шашайын деп отырмыз. Бұйырса, мына жердің бәрі шкуркіленді. Тек мына орта ғана қалды. Осы жерді шкуркілесем, қазір красканы шашамыз бұйырса. Қосылған жердің мына жерлері міне шпаклевка жағы бетіне грунтовка шашып қойдық. Байқалмайды не қосылғаны. Көрінетін жерлері өстіп істелді. Мына жақтары прям краска шаша береміз. Шоқтар ғана жерге герметик жағып қойдым. Мына жағына да қазір шпаклевка жақты грунтовка шашамыз қазір бұйырса. Астында мына жерде мына жер бүйтіп қосылды. Былай. Мына жерде гравитек шашып қойдық. Үстіне қазір краска шашамыз. Сварка былай сваркіленді міне. Көрсетейін. Точкамен айналдырып отырып точкамен сваркіленді. Сплошной сызық етіп сваркілеудің керегі жоқ. Ол темірдің качествосын құртады. Сынғыш болады темір. Қыздырмай, қарсы точка-точкамен өстіп сваркілесе мықты тұрады. Ол ешқайда сынбайды да, трещина да алмайды. Көп жабысқасын, ол мықты болып тұрады. Сосын бетін тегістедік. Енді көрінбейтін жерлерді онша қатты не қылмап, көрінетін жерлерді әдемілеп тегістеп, қалған жерлеріне кішкене тесік болса, шпаклевка жағып, грунтовка шаштық. Енді мына жердің бәрі точка болып келді. Мына жеріне өзінің заводскойында да осы жерде бүйтіп сваркіленген болатын. Біз де сол заводскойға келтіріп сваркіледік. Алдыңғы жағын бояп қойдық. Әдемі түс болды. Алдыңғы өзінің түсі фиолетовыйға жақында болатын, андай. Енді ақшыл көк түске ауыстырдық. Мотордың ішкі жағы қатты жылтырамай өзінікіне ұқсап тұру үшін лаксыз краскаге отвердитель қосып шаштық. Отвердитель 100 грамм краскаге 10 грамм 20 грамм отвердитель қосамыз, сонда ол түс қалмайды, көп уақыт тұрады. Отвердитель қоспай шашсақ, ертең тырналса, бірдеңе тиіп кетсе, краска түсіп қалатын болады. Лонжеронды түбінен ауыстыру үшін торпеданы ішкі салонды ашып тастау керек. Өртеніп кетуі мүмкін. Бұйырса енді дөңгелекке тұрғызамыз, сосын ішке кіргіземіз. Моторларын бәрі біткесін салатын боламыз. Ал жақтарын жинап дөңгелекке тұрғыздық. Мына жағынан да балкілерін бәрін қиындықсыз қатырылды, әдемі тұрды. Мына жерде жұмыстың ауыр кетіп жеңілі қалды. Соның өзінде де мына жерде толып тұрады. Мына жердің бәрі, осы жердің бәрін жинау керек. Оны бояп болғасын жинаймыз бұйырса. Жалпы осымен Ауытбектің екінші бөлімін аяқтайын деп отырмыз. Үшінші бөлімін күтіңіздер. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.